Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Балнұр. Бүгін сіздермен бірге қаймақты пирогты бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Мінекей достар, ең алдымен електен өткізілген ұнға 1 шай қасық разрыхитель қантымызды және бөлме температурасындағы сары майымызды салып илейтін боламыз. Яғни барлығы үгітіліп, песочный қамыр шығуы қажет. Мінекей достар, осылайша керекті сары майымызды алып, үгітілгенше илеп, оған бір жұмыртқаны қосып, басын біріктіріп илейтін боламыз. Яғни крошки пайда болу қажет. Мінекей үгітіп, барлығын қолдың көмегімен осылайша біріктіріп шығамыз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа целлофанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін бәліштің бетіне, яғни пирогтың бетіне салмасын дайындаймыз. Оған мен магазиннің 20% қаймағын пайдаландым. Оған 100 грамм қантымызды әдемі дәм беру үшін, хош иіс шығару үшін ванилинді және 2 жұмыртқаны қосып араластыратын боламын. Оны арнайы миксермен араластырудың қажеті жоқ. Кішкене венчиктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылайша араластырып салмасын дайындап қойсаңыздар болады. Арада 30 минут уақыт өтіп, біздің қамырымыз дайын болды. Осылайша қолдың көмегімен жайып, тегістеп форма шығарамыз. Барлығын осылайша жайып аламыз да, стаканның көмегімен бір тегіс қылып басып шығамыз. Мінекей достар, осылайша сіздер де жасап көріңіздер. Бір дайындағаннан керемет болып шығатын қаймақты пирог өте дәмді болып шығады. Осылайша жиегін вилканың көмегімен тегістеп, бетіне салмасын салып, 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Бұдан да бөлек керемет тәтті тағамдар мен тәттілерді көре алатын боласыздар. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.